Дәрілерді қалай қабылдаймыз, қалай ішеміз, дәрілерді бейберекет болмайды. Қазір мен сіздерге дәріні қалай ішу керек екенін айтып беретін боламын. Каналыма тіркеліңіз, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Науқастарға бірінші кеңес: дәрілерді бейберекет қолданбаңыз. Оның ішінде антибиотиктерді. Егер сіз антибиотиктерді гриппке қарсы қолданатын болсаңыз, ол мүлде әсер етпейді. Өйткені грипп ол вируспен шақырылған, ал антибиотиктер олар тек қана бактерияны өлтіреді. Дәрігер тағайындаған дәріні қалай ішеміз? Мысалы, сізге дәрігер кларитромицин антибиотигін күніне 2 рет ішесіз деп айтты. Енді сіз 24 сағат ережесін жаттап алыңыз. 24 сағат ол 1 күнге тең. Сонда дәрігер айтып тұр, 24 сағаттың ішінде сіз кларитромицин таблеткаларын 2 рет ішуіңіз керек. Сіз 24-ті 2-ге бөлесіз. Сол кезде 12 сағат шығады. 24 сағатты 2-ге бөлсек 12 сағат пайда болады. Сонда сіз әр таблетканы 12 сағат аралықта ішуіңіз керек. Мысалы, таңғы сағат 9-да бір таблеткасын іштіңіз, кешкі сағат 9-да бірақ ішуіңіз керек болады. Түсінікті ғой, Міне, 9-да ішсеңіз, кешкі сағат 9-да ішесіз. 12 сағатты өткізіп барып ішесіз. Бұл уақытты қысқартуға, сосын үлкейтуге болмайды. Бұл ережені қатты сақтануымыз керек. Егер сізге дәрігер 4 рет ішесіз десе, мысалы кейбір препараттар бар, күніне 4 рет ішу керек болады. Сіз ол кезде 24-ті 4-ке бөлесіз. Сол кезде 6 шығады. Сонда әр 6 сағат сайын сіз бір дәріні ішуіңіз керек болады. Бұл егер сіз бұл ережені сақтамайтын болсаңыз, дәрі ағзаңызда жиналып қалады. Сол кезде почкаңызға немесе печеніңізға нагрузка болып кетеді. Өйткені бұл дәрінің бәрі бүйрек немесе бауыр арқылы сыртқа шығарылады. Бұны медицинада дәрілердің жартылай шығу уақыты деп аталынады. Пайдалы болса, достарыңызға таратып қойыңыз. Пайдалы болсам, каналыма тіркеліңіз.